Зейнет Ахметованың қырқынан шығару. Бала өмірдегі және бір ерекше салт сәбиді қырқынан шығару. Бұл салттың да өзіне тән өзекті мән мағынасы, шығу тегі мен мақсаты бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бала тіршілікке келген соң алғашқы 6 аптаның ана мен баланың өміріне қауіпті кезең деп атайды. Бұл дегеніңіз қазақтардың жас босанған ана мен нәресте үшін 40 күнді қатерлі санағанмен тура келеді. Ғылым кейін анықтаған ақиқаты бабаларымыздың атам заманында білгеніне тағы қайран қаласың. Әжелеріміз 40 күні толмаған сәбиді әлі жердің баласы емес деп сақтық шараларын жан-жақты жасаған екен. 40 күн бойы түнде шырақ жағып, баланы шошынып, не тұншығып немесе ашылып қалмауын қадағалап, басқа да қауіп-қатерден сақтаған. Сонымен бірге сыртқы әсердің кездейсоқ кері әсері тимесін деп 40 күн өткенше далаға шығармаған. Тіл көзден сұқ өтіп, назар тиюден қорғап, бөпені басқаларға көрсете бермеген. Мұны білетін үлкендер өздері де көруге құлық танытпаған. Әжелер мен аналар баланың дене тазалығына мұқият қарап, бір күні тұзды сумен, бір күні сабынмен, бір күні киік оты, жұпар секілді емдік қасиеті бар өсімдіктердің қайнатпасымен шомылдырған, жуындырған, соң қойдың құйрық майымен майлап денесін жұмсартып сылаған. Қарқылаудан өседі бала, сылаудан өседі деп сәбиді сылап-сипап, сыламақ менен ширамақ сенен, өс-өс сүттей ақ бол, судай пәк бол, өс-өс-өс. Дерт атаулы кірмесін, ақ бөпеме тимесін, өс-өс-өс деген секілді тілек тілей отырып, баланың аяқ-қолын жайлап керіп созып, буындарын ақырындап жазып шынықтырады. Зер салып қарасаңыз, қырқынан шықпаған баланың көзі бір түрлі тұманданып, қайда назары түсіп тұрғанын белгісіз, жанары ауытқып, адасып қарайды. Осы мерзімдерде талай балалар жиі жылап, дұрыс ұйықтамай, анасының да өзінің де берекесі кететіні жиі кездеседі. Ондайда тәжірибелі әжелер бала 40 күн күтіп жүр деп жатады. Шындығында солай, сәбилі барлық жөн-жорағысымен 40-нан шығарған соң жылауы басылып тынышталады. Жанары кәдімгідей жылтырап, жан-жағына көз тоқтатып, жарықты сезіп, дыбысты аңғара бастайды. Қалыптасқан дәстүр бойынша ұл баланы 40 күнге жеткізбей, 37-39 күнде 40 қыз баланы 40 күнде толтырып 40-нан шығарады. Әйел 40 шырақты өмір белгісінде бір шырағы жанбаса, бір шырағы жанып, игілік көріп, маңдай ашылады деп айтылған. Бабалар сөзі осыған орай шыққан екен. Өйткені шырағы жанып перзент сүйіп ана атанады. Қайсы біреулер қыздың қалың малы көп болсыннан шыққан деп ақыл көсейді. Бұл көкейін мал тескен тоғызшарлардың сандырағы. Қалың малға мұның еш қатысы жоқ. Ол мен қыздың жаратылыс болмысы екі түрлі, екеуі екі әлем. Олардың дене құрылысында, бой бітімінде, күш қуатында, айналаны қабылдау бейімделуінде өздеріне тән Құдай жаратқан ерекшеліктері бар. Айталы қыз бала ұлға қарағанда нәзік, әлсіздеу келеді. Сондықтан 40 күнді толтырып жоралғы жасайды. 40-нан шығарудың ең басты мәні, сәби 40 күнге жеткенде ет пен сүйегі бірігеді. Бала енді тіршілікке бейімделей бастайды. Адам болуға бет бұрады. Міне осының құрметіне дастархан жайылып, дәстүрлі 40-нын шығару тойы жасалады. Ал адам өмірде озғанда 40 күннен кейін ет пен сүйек ажырайды. Аз болсын, көп болсын, ет пен сүйек бірге өмір сүрді. Уақыты жетіп, ажырағанда соған арнап берілетін Құдайының 40 күн беру деп аталайды. Бұл жерде екеуінің аталуын шақтастырмау керек. Баланы 40-нан шығарады деп Құдайыны 40 күн берді дейді. Енді сәбиді 40-нан шығарудың жөн жобасына тоқталайық. Алдын ала бұлақтың не шаңырау құдықтың суынан
әкелінеді. Қазіргі кезде ондай табиғи таза суды әсіресе қалаларда табу оңай емес. Сондықтан құбырмен келетін суды қайнатып алу керек. Арнайы дайындалған ыдысқа жуылған күміс бұйымдарды сақина, жүзік, білезік, сөлкебай секілді заттар салынады. Оның себебі күмістің қасиетін ертеден білген бабаларымыз. Күміс емдік, алтын сәндікке деген. Күміс судың құнарын арттырады, тазартады, судың құрамындағы көзге көрінбейтін жағымсыз нәрселерді жойып суды залалсыздандырады. Бұрындары қазақ әйелдері ас алдындағы үшін қолына күміс сақина салмай қазан ұстамаған екен. Сақинаны сәндікке салмайды, ол тазалыққа таразы деген сөз содан қалыпты. Қазір қолында бар байлар баланың қырқынан шығаратын суға кілең алтынды салатын болыпты. Байлық көрсетіп бір мақтанып қалу үшін болмаса күміс секілді пайдалы емес. Енді біреулер теңгелерді қолданатын әдет шығарыпты. Бұл мүлде дұрыс емес. Өйткені қолдан қолға өтетін кез келген нәрсеге жұмсалатын ақшада тазалық болмайды. Содан кейін теңге күмістен жасалмайды, ол түрлі металдардың қоспасы. Бергіңіз келсе, теңгені суға салмай, шашу ретінде тартқан оңды болар. Ал қырқынан шығаратын суға мүмкін болса таза күміс салуға ниеті болыңыз. Оның көп болуы міндет емес, аз болуы мін емес. Баланы шомылдырудан бұрын оның жер бетіндегі ең алғашқы киімі итшидесін шешіп, оған өрік, мейіз, науат, мәмпәси секілді тәттілері түйіп, иттің мойнына байлап жібереді. Балалар итті қуалап жүріп ұстап, не алдап шақырып мойнына байланған түйіншекті алып таласып жейді. Ал жейдені қайтарып әкеледі. Үлкендер балаларға азды көпті болса да сый береді. Ит жейденін бала көтермей жүрген әйелдер сұрап алатын да ырым болған. Жалпы бұл салт туралы итшейде тақырыбында толық айтылғандықтан қайталауды жөн көрмедім. Сонымен жағалай отырған әжелер мен апалар, басқа да шақырылған қонақтардың әрқайсы ағаш қасықпен күміс салынған ыдысқа, басқа да ыдыстағы арнайы дайындалған судан тілек айтып құя бастайды. Өмірлі болсын, дені сау болсын, бақытты болсын деген секілді әркім ақ ниетпен жүрегінен шынайы шыққан жақсы арнауларды әр қасық суды құйғанда айтып отырады. Есептеп жанылмас үшін бір адам санап тұрады. Осылай жалғасып 40 қасық су күміс үстіне құйылады. Атам қазақ жақсы сөз жан азығы, сөздің жаны бар деп сөз құдіретін айтады. Жан дегеніміз энергия, яғни күміс салынған суға жақсы сөз, игі тілек айтап отырып шипалы күш-қуат сіңіреді. Әр шаңырақтан келіп отырған, көпті көрген немере шөбере сүйген аналар балаға бата тілегін арнап, құйылған 40 қасық сумен баланы шомылдырады. Әрине, жылытып бөпені жуындырғанда аса мән беретін нәрсе. Денесін суы тимеген жері қалмау керек. Шілдет қотыр шықпасын деп баланың саусақтарының башпайларының арасын, құлақтың іші, сыртын, мұрын қуысын, қолтықтың астын, тақым секілді қалтарыс жерлерінің бәрі мұқият жуылады. Шомылдырып болған соң адал жейде немесе адал көйлек деп аталатын жақсы да жұмсақ матадан тігілген жейде кигізеді. Мұны да ит жейдесін тіккен кіндік шеше әкеледі. Сол күні баланың қарын, шашы мен тырнағы алынады. Оның өнегелі инабатты қариялар кейде ел алдына жүрген азаматтарға үлкендер жол беріп, шаш пен тырнақты алғызады. Қарын шаш дер кезінде алмасы ширамай ауыра беретін болады. Тырнақта сондай 40 күннен қалған тырнақтың көбісі қызарып баланы мазасыздандырады. Сонымен бірге іштен өскен тырнақпен бала өзін өзі тырнап жаралап алуы мүмкін. Шашты кейбір кісілер шүберекке түйіп сақтайды. Көбінесе қарын шашты да тырнақты да таза жерге көмеді. Баланы шомылдырған 40 қасық суды кісі аяғы баспайтын таза жерге төгеді. Қазір үйдегі гүл өскен құмыраға құйып жүр. Гүлге пайдасын басқа ешбір зияны жоқ. Нәрестені қырқынан шығару дәстүріне қатысып 40 қасық су құйып тілек айтқан қонақтарға ыдыс түбіндегі күмістер мен өзге де тарту тарағылар беріледі. Бір шаршы орамал, бір көйлектік мата әркімде бар. Әңгіме мата емес. Бұл да болса халқымыздың бір-біріне деген көңіл сыйластығы, бір-бірінің
қызық қуанышына ортақтасып жақсылықты шашыратуы, ынтымақ бірлікті нығайтуы деп қабылдау жөн. Әлі есімде, бір жолы анамнан қазақтар неге 40 санын қастерлейді деп сұрадым. Білгім келгенді жауапсыз қалдырмайтын әдетімен ол кісі: 40 күн 40 саны адам жаратылысымен тікелей байланысты болғандықтан қасиеттейді. Бойға бала бітерде ештеңені артық кем жаратпаған Алла тағаланың құдіретімен бір тамшы ұрық суы 40 күнде қанға айналады. Қаннан 40 күнде етке айналады. Тағы 40 күнде еттен сүйек пайда болады. Одан 40 күн өткен соң ет пен сүйекке жан бітеді. Және 40 күн өткенде жан алғаш ет пен сүйек адам пішініне енеді. Содан кейін шақалақа сезім жүйесінің пайда болуына 40 күн кетеді. Тағы 40 күнде бала толысады. Сөйтіп 280 күн 40 аптада, анығын айтқанда 9 ай 9-10 күнде нәресте өмірге келеді. Баланы 40-нан шығару жорағыдағы 40-тардың соңғы жалғасы. Ғылым білімнің не дейтінін білмеймін, одан да шаруам жоқ. Білгенім бабалардан қалған осы қисынды ақиқатқа сенемін. Сен де ұмытпа, деп еді жарықтық. Мен ұмытқам жоқ. Ата-бабалардың бай өмір тәжірибесі мен ой өрісінің ғылыммен ұштасып жатқаннан кейін түсіндім. Біздің қазақта өзін білме, білгенін тілін алма дейтін ауыр сөз бар. Әншейін ауыр сөз емес, қарғыстың ең жаманы. Құдайым мұндай сөзді ешкімге естіртпей ақ қойсын дейсің. Әйтсе де өмірде не болмайды. Менің атамқұл нағашым айтқандай, жер бетінде жүрген соң аяқ не баспайды. Сонда да әр нәрсенің орны бар, шегі мен сұрауы бар емес пе? Бұлай дегенім, кейінгі жылдары қазақтың салт дәстүріне әдет қырып жол жобасына қол сұғып тартып бұрмалау келен алды. Дәстүр салттың негізгі мән мағынасынан әдепті таяқ деп білмесе де, оны өздерінше өзгертіп бүлдіргендер ретіндер жетіліп жатыр. Оның бәрін жіпке тізіп әңгімені сын мақалаға айналдырғым келмейді. Одан да нақты мысал келтірейін. Бір бейтаныс келіншек хабарласып жағдайын айтты. Апай, тұңғыш балама босанғаныма 18 күн болды. Өзім Талдықорған жақтың қызымын. Келін боп түскенім жерім оңтүстік өңірі. Кеше Шымкенттен енем келді. Немересін 2 күннен кейін 40-нан шығарамақшы. Мен әже қолында өскенмін. Ес білгелі бері баланы 20 күнде 40-нан шығаруды көргенде, естігенде емеспін. Осыны енеме айтсам, ол кісі бұл қазақтың бұрыннан бар салты. Күн мен түнді қосып, санап кіші шілдесінен шығарса, бала тез ширайды дейді. Анам сырқаттанып ауруханада жатқандықтан батылым жетіп сізге хабарласып тұрмын. Мүмкін мен бір нәрсені білмейтін шығармын. Бір жағынан сәбиіме кесір тие ме деп қорқамын. 40 күннің жай жапсарын түсіндіріп беріңізші, деді. Салт дәстүрді сыйлайтын есі дұрыс адамды есеңгіретіп, жаңалықты естігенде таң қалғанымды айтпасаңыз. Атам заманнан арнасы бар. 40-нан шығару деп айдай анық атауына мазмұны сай салты қай кезде шолшитып 20 күнге түсірген. Бабалар аруағынан именбей ғасырдан аман өткен халықтың дәстүріне қиянат жасаған қандай білгіш екен. Енді оны анықтау мүмкін емес. Біреу бастады, басқалар бұлай да жарайды береді екен ғой деп көргенін ойсыз қайталайтын жыртақай маймыл әдеппен ары қарай әкете берген сыңайлы жұқпалы індеттің тез таралатыны секілді бұл да жайылып кез келгенге елпілдеп елкілдейтіндердің ермегіне айналыпты. Есаланың өзінен гөрі оған ілесушілер қауіпті деуші еді менің дәрігер әкем. Өз басым әлгі келіншекке өте риза болдым. Әже тәрбиесін көргендіктен ұлттық салты құрметтеп, әрі 40 күннің кемдігі бір күні болмаса бір күні перзентіне кесірін тигіземе деп жаста болса ойлана білгеніне көңілім толды. Мен оған білгенімді ықыласпен түсіндірдім, бірақ ол енесіне сөзін өткізе алды ма, алмады ма, одан бейхарма ырымын. Әйтеуір қайда жүрсе де аман болсын деп тіледім.